мектепке барған халық көрген шығар, енді жырларын көрген шығар Абубакырдың. Сол жырында Досжан, Досеке деп айтып кеткен. Сол Досжан, Досеке деген осы Досжан Қазірет туралы айтылған. Бірақ ол кісінің ел арасында жырларда біздер Досжан, Досеке деп танымал. Бірақ шын есімі құжаттарда басқада ол кісінің есімі Дос Мұхаммед аты. Мұхаммед, төрт мешіт болған. Біздер археологиялық қазба жұмыстары кезінде дәлелдеп тұрғанымыз екі мешіт. Бірі Доңызтауда, екіншісі осы мешіт. Біріншісі салған ана жаңағы мешіт 13 жасында салған. 16 жасында. Екіншісі біздерді алып екінші қажеттен кейін 74-те осы екі мешіт салған. Яғни дәл уақытын айтпаймыз біздер. 20-шы ғасырдың екінші жартысы деп қоямыз. Сол уақытта салынған. Яғни 150 жыл болған. Бірінші мешіттің 200 жыл. Қарайтын алан, жермен жүреміз, үстімен жүреміз. Ескерткішті адамның сақталар әсерінде осы ескерткіштерді ұстамауға, басқаға, зиян келтірмеуге ограждение қоямыз. Ассалаумағалейкум. Алаңыздар. Осындай Керемет. анықтау үшін екінші қатар, анардың екінші қатары болса, екінші қатардан тағы бір айналып сондай бір мүмкіншілік жасаймыз адамдарға, келуші қонақтарға. Мына ана да баруға болады, мына ана да баруға болады. Биіктігі қанша метр болған шамамен мешіттің? Мешіттің биіктігі 6 метр төбеге дейінгісі. Ал күмбезінің дейінгісі бар. Түпнұсқа болмағаннан кейін біздер жоғарыдан айтамыз. Осы Қазіргі тұрғанның 6 метр. Осы тұрғанның 6 метр, ә? Негізі біздерде есік, мешітке кіре беріс есік осы. Осы болған, ә? Ана жерде бір есік бар, ана жақта бір есік бар. Бірақ негізі есік осы деп келіп. Қарасаңыздар, атмосферасын сезінуге болады үшін. Биік, ә? Мешіттің қандай болғандығы. Тастар қалай, сақталып қалған сол уақытта. Қазіргі дейді бәрі стандарт емес, әртүрлі формада жасалған. Арада оюлар сіздерге көріне ме, көрме білмеймін. Арада оюлар сақталған. Оюлары бар міне. Оюлар қалай сақталып болған екен, сонда мен соған қарап тұрмын. Бұл негізі оюлар табиғатқа, жаңбыр шауып жаңбырға, қарға негізі ұшырамайды. Мынау біздерде барлығын жердің бәрі көміліп үлкен тау. Бір сәл ғана бір бөлшектер шығып жоғары қарай тұрды. Осы кейін археология қазба жұмысы кезінде мынаның барлық топырақтарын сыртқа шығарып, осындай формасын келтірілді біздерге. Оған дейін мына жерлерді көріп тұрсыздар, бұл жерлерде краскілер көріп, мынаның бәрі топырақтың астында болды. Сол себептен бұл сақталып қалып тұр. Мына жоғарыдағылардың бәрі үгітіліп қалмады ештеңе. Шам қоятын басқа деген сияқтылар. Қаншама бұл тұстар кертіш, саз, құм, керамика, осындай үш слойдан тұрған. Бұл Оренбург, Орынбор деп қоямыз, Қазақ астанасы ғой кезінде. Содан 18 шақырымда Юнусовтар деген мешіт бар. Бұл мешіт архитектурасы Юнусовтардың мешітіне ұқсайды деп келеді көбіне. Юнус мешітіне жақсақ қалған, барып қарасаңыздар осындай көрініс болды. Тура осындай бөлінгендер де басқа да. Көрсіздер ғой қалай бөлінгендер. Жауасы шықты ғой бізде. Керемет. Барып көреміз десек. Жүріп көрейік, келіп тұрғасын. Темірді сол уақыттан қалған темір ме екен? Темірді шет шығып тұрын арада. Сол уақытта бір темір. Бекіткен сонда оқыған сатырып. Мен үшін бәрі үйінді топырақтар төбесі бәрі осы жерге құлаған. Құлағаннан осы уақытқа дейін біреуді түсіріп алу деген ешкімнің ойында болмаған ба? Беріректе 1900 жылдар енді бұдан кейін де
камера адамдарда болды ғой деймін да. дұрыс айтасыз, ондай бейнелер болған. Жалпы ондай мынау 1962 жылғы бізде фотосы бар осы мешіттің. Бірақ мына ішін түсірілмеген да ол кезде. Бірақ осындай күйде, бірақ қабырғалары, басқалары бәрі орналасқан. Бірақ бір қызығы осы кезде 1950 жылдары, 1950 жылдары осы жерде осы Темір ауданының Шұбарқұдықта отыратын көпшілік ақсақалдар біледі. Осы жерге келіп ойнайтын еді. Сол кезде ойнаған кезде мына төбесіне шығып күнбездерін айналып, чор деген ойын бар, сондай бір-біріміз қуалап ойнайтын. Сол кезде бәрі сақталып тұр еді. Осының ішінде краска болды, басқа да дүниелер болды. Бірақ бір қызығы ешкім фотосын түсіріп алмапты. Я суретке салмаған, я фотоға түсірмеген. Сол себептен қазір сақталмай қалып тұрған себебі осы шығар. Сол фотосына қарап реставрация жұмыстарын жүргізуге болар еді дейді. Біздерде мынау мынау красканың болғанына 50 жыл енді. 50 жылдан кетпей тұрған. Қандай керемет, ә? Бояулары неше тұр, ә? Есіктер ғой, бір бөлмеден екі бөлмеден есіктер. Мына сонда айна бола ма? Стекло сияқты көрінетін? Иә. Жоқ, мына жерде арнайы жол жасаймыз. Иә, түсінікті. Адамдар шектелген алып. Иә. Екінші қабатта айналып несін сайын шығамыз. Біздерде қалса осындай материалдар бар. Көктем кезінде дымқыл басқа болады да. Мыналардың бәрі босанысы, содан бастап жүзуге басталады. Көміліп қалғанда пайдасы мына сақталып қалған, ә? Бүйтіп ашықтаса қиын ғой сақталуы. Осы көміліп қалуын үлкен бір пайдасы осы. Бізде көміліп қалған осынан шыққан. Осы деңгейде топырақ болды. Кейін топырақтың бәрі алынды, материкке жеткізілді. Қолы ақ болған. Біздерде краска енді Кірім Алтынбеков деген Алматыдан реставратор ағамыз келді. Мамандарын жіберіп, біздерде осы узорларды, ою-өрнектерді бәрін сақталуына қатырып тұр. Химикатпен басқамен бір қысқа шығып. Келесі жылдан бастап осымен жұмыс болады. Бояған жоқ қой бірақ, сыртын? Тек не істеп қойды? Ол тек қатыру процесі болды. Осының бәрін қатыру. Себебі осы күйінде көктемде басқа мезгілдерге шыдамай қалады. Қатырып арнайы нелер, химикаттарды жақпаса. Мынарда бір арабша жазу, не деген жазу? Мына арабша жазу біздерде шама қысқа болғандықтан бір түпнұсқасы шықпай тұр. Келесі бетінде бар. Ол шама ұзынырақ па? Ол біздерде күн бір жұмадан қалса, сол бір дирхам садақа берсін деген жазу екен. Мәссаған. Сол туралы ақпарат. Біздерде арқаның құлап кету себебі арқаға кірпіштер, кірпіштердің қалай қаланғандығы туралы. Оны тікесінен тұра алмады, бұл жанынан құлаған. Мына жерде шама келсе осы көлемнің өзінде, ана бұрыштан, мына бұрыш, осы бұрыш, мына бұрыш. Осы жерде 6 күнбез болған. Фотода, басқада көруге болады, анығырақ қарасаңыз. Осы жерде 6 күнбез. Және де мешіттің арғы жақ бөлігінде тағы 6 күнбез. Сол кезде мынарда 12 күнбездік мешіт. Кішкентай 6 күнбез. Себебі мынара мешіт археологтардың айтуы бойынша кезең бойынша салынған. Қарасаңыздар, мына бөлік бір ең алғашында салынған. Екінші бөлігі бар, біздің аралап қарағанымыз. Екінші бөлігі. Одан кейін ар жағында мана бірінші кірген бөлігіміз бар, ол ең соңынан салынған. Яғни ең бірінші алғаш рет атамыз осы жерге қоныстанған кезде мешіттің осы бөлігін салған ең бірінші. Осыраға келіп ғибадатхана ретінде ғибадатханамызды, осы мешітімізді осылардан басталған. Кейін барып ар жақ бөлшек салған осы. Біздерде кешенде, біздерде Алия Ишан қойылып, бұл жерде 29 осындай тумба орналасқан.